Рамазан лайфхактары. Ораза ұстаушыларға Құран, хадис және ғұламалардан пайдалы кеңестер. Қадірлі ағайын, қасиетті Рамазан тек қана ішіп жеуден тыйылатына емес, өзімізді тәрбиелейтін, жаман әдеттерден арылып, рухани кемелденуге мүмкіндік беретін ай. Бірақ кейбіріміз Рамазанды дұрыс пайдалана алмаймыз. Біреу күні бойы аштықпен күрессе, біреу уақытын босқа өткізеді. Ал кейбіреулер намаз бен Құран оқуға уақыт таппай жатады. Бүгін біз Құран, хадис және қазақтың ғұламаларының сөздеріне сүйене отырып, Рамазан айын тиімді өткізудің лайфхакын ұсынамыз. Бұл кеңестер сізге оразаңызды жеңілдетіп қана қоймай, шынайы берекесін сезінуге көмектеседі. Ендеше бастайық. Бірінші, сәресіні дұрыс ішу күні бойы қуатты жүруге көмектеседі. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан: сәресіні ішіңдер, өйткені сәресіде береке бар. Сәресі уақытына өмірлік лайфхактар. Қатты тойып алмаңыз, тым көп жеу ағзаға ауыр тиеді, тез шөлдетеді. Пайдалы тағамдар таңдаңыз: құрма, жаңғақ, арпа, сұлы ботқасы, ірімшік, йогурт, жұмыртқа секілді жеңіл, бірақ қуатты тағамдар. Суды жеткілікті ішіңіз. 2 стакан су ішсеңіз, шөлдеу азаяды. Шай мен кофені азайтыңыз, олар денеден суды тез шығарады. Құранда келгендей, Алланың өздеріне берген нығметінен ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Өйткені Алла ысырап етушілерді жақсы көрмейді. Ағраф сүресі. Біздің атамыз мәшһүр Жүсіп Көпейұлы айтқандай, адам баласына керегі орнымен тамақтану, орнымен сөйлеу, орнымен жүру. Екінші, ауызашарда асықпау, денсаулық пен сауаптың негізі. Пайғамбарымыз айтқан: адам баласы ауыз ашуға асыққан сайын, Алла оған мейірімін төгеді. Ауызашар уақытына лайфхак. Ауызды құрмамен ашу бұл асқазанға жеңіл және пайдалы. Бірден көп су ішпеңіз, алдымен 1 стакан су, сосын жеңіл тағам. Көп тамақ жемеңіз, ауыр тамақ ас қорытуға қиындық туғызады. Сондай-ақ көп тамақ ары қарай тарауих намазын оқуға кедергі болады. Құраннан айтылғандай, олар: біз сендерді тек Алланың ризалығы үшін тамақтандырамыз, сендерден сыйлықта, алғыста күтпейміз дейді. Ясин сүресі 9 аят. Шәкәрім Құдайбердіұлы айтқандай: қанағат қыл, салауат қыл, тый нәпсіңді, сонда ғана табарсың шын бақытыңды дейді. Үшінші, түнгі уақытты пайдалы өткізу. Ұйқы мен ғибадат тепе-теңдігі. Көп адамдар түнде телефонға қарап, уақытын босқа өткізіп, таң намазын жіберіп алады. Түнді берекелі өткізу үшін лайфхак. Түнде тым кеш жатпау, Рамазан түндерін пайдалы өткізген жөн. Таң намазынан кейін бірден ұйықтамау, 10 минут Құран оқу немесе зікір жасау күні бойы берекелі болуға көмектеседі. Күндіз тым көп ұйықтамау, әйтпесе түнгі ұйқы бұзылады. Хадис келгендей, Алланың ең сүйікті құлы аз ұйықтап, түнін намазбен өткізген адам. Бұхар жырау айтқандай: ей халайық, тыңдасаң күнәдан сақта жамбасын, түнде тұрып ғибадат қыл, тазарт жүрек садасын. Төртінші, телефон мен әлеуметтік желіні шектеу. Көпшілік Рамазанды сериал мен әлеуметтік желілерді қарап өткізіп алады. Бірақ қазіргі уақытта телефонсыз жүру бәрімізге қиын, жұмысымыздың көп бөлігі осымен байланысты болғандықтан телефонды дұрыс қолдану үшін лайфхак. Рамазанға арнайы рухани контент таңдаңыз, діни кітаптар оқыңыз, пайдалы уағыз тыңдаңыз. Күнделікті 1 сағат цифрлық детокс жасаңыз, телефонды қойып, дұға немесе зікір жасаңыз. Құранды аудиомен тыңдаңыз, бұл да ғибадат. Бізді Алла тағала бос жүрмеуге, уақытымызды дұрыс қолдану үшін Құранда мүміндер деген сүреде мүміндердің сипатын келтіреді. Олар бос сөз, пайдасыз істен іргесін аулақ салатындар. Мүминун сүресі 3 аят. Қазақтың атасы Абай Құнанбайұлы айтқандай: керек іс бозбалаға талаптылық, әр өнер, мінез, жақсы қылық. 5. Бұл айда дұға мен кешірім сұрап қалу. Рамазанның мүмкіндігі. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан: ораза тұтушының дұғасы қабыл болады. Дұға етуге лайфхак. Ауызашар алдында жоқ дегенде 5 минут дұға жасаңыз, бұл уақытта дұға қабыл болады. Өзгелер үшін де дұға жасаңыз, өзгеге жасаған дұға сізге де қайтады. Арнайы дұға тізімін жасаңыз, не қалайтыныңызды нақтылап қағазға жазыңыз. Құранда Алла тағала айтқан: маған дұға етіңдер, мен сендерге жауап берейін. Мүмін сүресі 60 аят. Бабамыз Қожа Ахмет Яссауи: жақсы адам көпке пайда тигізер, жақсы сөз жұрттың жүрегін егіздер дейді. Қорыта айтсақ, Рамазан бұл өзімізді өзгерту мүмкіндігі. Бұл айды бұрынғылар 6 ай аңсап күткен. Сондықтан да бізде 1 жылда 1-ақ рет келетін мүмкіндікті жіберіп алмауымыз керек. Бірақ оны дұрыс өткізу үшін қарапайым лайфхактарды білу маңызды. Бұл айда ең басты лайфхактарды қайта қысқарта айта кетсек: сәресін дұрыс ішу, жеңіл әрі қуатты тағамдармен, ауызашарда асықпау, көп тамақ жемеу, ұйқы мен уақытты тиімді пайдалану, түнді пайдалы істерге арнау, телефоннан алшақ болу, әлеуметтік желіні шектеп, Құранға жақындау, көп дұға жасау, тілектердің қабыл болатын уақытын жіберіп алмау. Оразаларыңыз қабыл болсын. Осы ай сіздерге
сіздерге Алла тағала бақ пен береке берсін. Қалаған дұға тілектеріңіз қабыл болып, арман мақсаттарыңызға жетіңіздер. Егер бұл лайфхактар сізге пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Сіздердің де қалай тиімді өткізуге болады қосар ойларыңыз болса, пікір комментарийде жаза отырыңыздар. Бұл сіздің әрдайым қуанышпен қарсы алатын айлардан болуын Алла нәсіп етсін.